тастамаймыз. Күнделікті сабақ ретінде өткіземіз, өзіміз. Қане оқушылар, ең алдымен баршамыз орнымыздан тұрып, сабаққа дайындығымызды бастап алайық, кеттік. 1, 2, 3. Кішкентай саусақтар шаршамайды, талмайды. Себебі бұл саусақтар жаттығулар жасайды. Жарайсыздар оқушылар. Көп кішкентай саусақтарыңызды сабаққа дайындап алсақ, орнымызға отырамыз. Енді оқушылар, мен сіздерге үй тапсырмасын берген болатынмын, алдыңғы сабақта өткенімізде сіздерге ұяшықтарда жасырылған әріптерді табуымыз қажет болды. Қане, кім бірінші қатардан кім айтады? Ұлан айта ғой. Қандай сөз шықты сізде? Жақсының аты өлмейді. Дұрыс па оқушылар? Иә, дұрыс. Екінші қатардан Расул оқи ғой. Сізден қандай сөз шықты? Қандай мақал шықты? Аты өлмейді. Өте жақсы, жарайсыз. Үшінші қатардан Гүлмай оқи ғой. Сізде қандай мақал шықты? Өте жақсы. Барлығымызда да бірдей мақал. Барлығымызда осындай ма? Иә. Барлығымызда бірдей жақсының аты өлмейді деген мақал шықты. Бұл жерде балалар, етістік қайда? Дұрыс, жарайсыздар, өлмейді. Етістік бұл жерде бізде өлмейді. Жақсы. Өздеріңізге бір балдан қойып отырыңыздар. Қазір мен сіздерді бағалап тұрамын, біздің күнделікті бағалауымыз бойынша. Жарайсыздар. Енді оқушылар, мен сіздерге өткен сабақты бекіту мақсатында біз барлығымыз білеміз, біздер осының алдыңғы тақырыпта да осы етістікті өтіп еске түсірген болатынбыз. Қазір алтын санды әліпсі арқылы осы сұрақтар қоямыз, сол сұрақтарға жауап береміз, біртіндеп қана жауап береміз, әр қатардан бір оқушыдан жауап береміз. Ал жақсы, бірінші топтан маған Ағзере тұра ғой. Ағзере, тақтаға қара, сізге сұрақ қойылады. Оқи ғой. Қандай сұрақ шықты сізде? Етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз не? Айта ғой. Іс-қимылды білдіреді. Етістік іс-қимылды білдіреді, Сұрақтар қандай? Не істедің, не қылды, қайтты. Өте жақсы, жарайсыз. Келесі топтан маған Ағзер тұра ғой. Ағзер. Оқи қойыңыз, қандай сұрақ? Күрделі етістік дегеніміз не? Жақсы. Күрделі етістік дегеніміз не? Күрделі етістік дегеніміз не? Кім жауап береді? Бексұлтан? Күрделі етістік дегеніміз екі сөйлемнен немесе көп сөйлемнен де құралады. Екі сөзден немесе бірнеше сөзден құралса, ол іс-қимылды білдіреді, ол да күрделі етістікті білдіреді. Жақсы, келесі топтан маған Нұрдана. Сізге алтын сандықтан қандай сұрақ шығады екен? Қараймыз. Дара етістікке мысал келтір. Яғни бізде етістік екіге бөлінеді деп айттық, Соның дара етістікке мысал келтіре ғой. Қандай мысал келтіре аласың? Нұрали, дара етістікке мысал келтіре ғой. Кім келтіреді? Алтын жақсы айта ғой. Әнші ән айтады. Бұл жерде дара етістік қайсы? Айтады. Айтады. Тағы қандай келтіре аласыздар? Кенжебай Каусар, Тоғанбай Каусар. Бар ма жауап? Жақсы. Айта ғой. Биші биледі. Не істеді? Биледі. Бұл жерде билеген айтып тұр, Жақсы, дара етістік оқыды, жазды, айтты, жүрді, келді. Сабақтың барысында тағы да жақсылап осы тапсырмаларды жасайтын боламыз, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты берілген тапсырмалар бойынша етістіктерді табамыз. Дара және күрделі етістіктерді осы жерден ажыратамыз, Енді бізге балалар етістікті қазір еске түсіріп аламыз. Алтын. Қане. Тыңдаймыз, мұқият. Етістік заттың қимылын, іс-әрекет
жайын білдіретін сөз табы. Етістікке қойылатын сұрақтар: не істеді, не істеп жатыр, не істейді, қайтты. Жақсы оқушылар, түсінікті ма? Етістік дегеніміз не екені? Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін, жайын білдіреді. Қане оқушылар, мен қазір сіздерге жаңа сабақты ашу мақсатында сіздерге сұрақ қоямын. Сол сұрақтарға жауап береміз, иә? Мен әрбір топқа сұрақ қоямын. Қане бірінші топқа қазір қолымызды көтеріп жауап береміз, иә? Шуламаймыз, қолымызды көтеріп жауап береміз. Динаның ұстазы кім? Динаның ұстазы кім? Құлан Құрманғазы, жарайсыз, отыра қойыңыз. Екінші сұрақты да қазір сіздерге қоямын. Құрманғазы кім? Айсана, Құрманғазы кім? Құрманғазы атақты күйші. Өте жақсы, Құрманғазы атақты күйші. Қане екінші қатар сіздерге қойылады. Келесі сұрақ. Домбырашы болу үшін не істеу керек? Домбырашы болу үшін не істеу керек? Айсыз айта ғой, домбырашы болу үшін адам не істеу керек? Сүйе болу, ерінбеу. Сіздерге берілген сөздерді қатыстырып айтып жатсыздар, иә? Жақсы. Үшінші қатар. Мұқият тыңдаймыз. Үшінші қатар. Жаңа бірінші неден жауап бере алмадыңыздар, сондықтан тыңдаңыздар. Динаның ұстазы кім? Құрманғазы кім? Домбырашы болу үшін не істеу керек? Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Қане кенже айласа жауап бере ғой. Құлағынан кетпестен әсер етті. Құлағынан кетпестей Әсер етті. Азиза кенже айласа. Кеттік, жақсы оқушылар. Оқушылар, барлықтарыңызда кітаптарымызды ашамыз. Бізде 8-ші жаттығу берілген, иә? Етістікті жақсылап еске түсіріп, қайталап алсақ, осы жаттығуларымызды орындаймыз. Қане 8-ші жаттығуға мен біртіндеп сіздерді тақтаға шығаратын боламын. Бұл жерде біздерде қалып қойған балалар, дәптерімізді ашып, күннің жадын жазып, көркем жазуымыз жазып алдық қой күнделікті де. Кеттік, енді жаттығуымызды жалғастырамыз. Так, бірінші қатардан келе ғой Жұлдыз. 8-ші жаттығу. Мен мына көркем жазуды өшіре берем. Жазып алдыңыздар ғой, иә? Жұлдыз, бірінші сөйлемді ғана жазамыз. Күйші, күй не істейді? Бізде төменде берілген көп нүктенің орнына яғни етістікті қоямыз. Жақсы, не істейді? Балалар, тақтаға әдемі көркем жазумен жазамыз. Қане, оқи ғой. Күйші күй тартады. Күйші күй тартады. Оқушылар дұрыс па? Жарайсыз, отырамыз. 3 шапалақ Жұлдызға. Кеттік, келесі. Бүйкнұр келе ғой. Келесі сөзді тез-тез. Балалар, дайындалып отырамыз. 3-ші қатарда дайындалып отырамыз. Тез-тез жазамыз. Жыршы. Оқи ғой, Бүйкнұр. Жыршы жыр тартады. Жыршы жыр тартады. Дұрыс па, балалар? Бүйкнұрға. Отырауыңыз жақсы. Келесі қатардан Айзере, тез. Ақын өлең тартады дейді. Дұрыс па? Қалай қателесті? Қайда көмектесеміз? Кел, Бексұлтан дүзе қателесін түзейміз. Өлең шығарады. Ақын өлең шығарады. Жақсы. Шығарады немесе ол жазады да болады, иә? Кел, қане 3-ші қатардан, 3-ші қатарды шығармай. Кеттік, 1-ші қатардан тағы да Жанел келе ғой. Жанел келе ғой. Қазір оқимыз. Дәрігер ауруларды емдейді. Жақсы. Дұрыс па? Екінші қатардан кел. Ғибрат келе ғой. Қане кеттік.
Жылқышы. Тездетеміз. Керемет, жарайсыздар. Оқиғы. Өте жақсы, отыра ғой. Тоғанбайға. Қазір барлығымыз орнымыздан тұрамыз, балалар. Сендік өзімізді жасап аламыз, е? Қолдарымыз шашап қалған болар. Қайталаймыз, я? Мен қазір сіздерге топ-топ болып жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге топтық жұмыс беремін. Топтық жұмысты бір жерге келіп жиналып жасап, сосын барлығымыз бірігіп орындаймыз. Сіздерге мұнда қалып қойған, түсіп қалған етістіктерді жазамыз. Қане барлығымыз келіңіздер, орындаймыз. Бір жерге орындаймыз. Оқушылар, ал сіздер сол дара етістікті қатыстырып, болмаса күрделі етістікті қатыстырып, болмаса етістікті қатыстырып, сөйлем құрауымыз керек. Түсінікті ма? Етістік болу керек ішінде. Түсінікті ма? Сіздерге таза ақпарат қана бердім, өздеріңіз сөйлем құрайсыздар. Ал сіздер, оқушылар, мұнда дара етістіктерді күрделі етістікке айналдырамыз. Қане шуламаймыз? Қане? Келді, келе, жанды, келе бастады. Тартады, тарта алады, тартып жатыр. Тоқи алады, барады, барып келіп, барып кел, бара тез. Жақсы. Қане оқушылар? Міне, бірінші топ бізде уже болды. Дұрыс па? Оқушыларға? Өздеріңіздер олар жақсы жарайсыздар, отырыңыздар, сіздерді бағалайтын боламын. Қане? Сіздерді қарап жіберейік. Сіздер тек барлығын жатқызыпсыздар. Жатыр, отыр дегендерді қоспаймыз ба? Жақсы, ал бұл сіздер өздеріңіздің. Так, бұл 5 оқушы шығамыз. 5 оқушы. Жазып жатыр, жақсы жарайсың. Айтып жатыр. Айтып жатыр. Бара жатыр. Бара жатыр. Көріп жатыр. Көріп немесе отырды деуге де болады, е? Көріп отыр. Сендер телевизорды көріп отырасыздар, сіздер барлығы жатқызғансыздар. Сіздікі қандай? Отырып жатыр. Жақсы. Қане, 3-ші топ болды. 3-ші топқа бастай ғой. Менің әжем тоқма тігеді. Тоқма тоқиды, е? Күйші күй тартады. Күйші күй тартады. Күйші жыр тартады. Сендер жыр тартады. Жақсы, бүгінгі тақырыппен байланыстырып, жақсы отыра ойыңыздар. Кеттік оқушылар. Енді қазір бізде мәтін берілген. Дұрыс па? 10-ші жаттығуда бізде мәтін берілген. Жақсылап бірінші суретке қарап, мәтінді жақсылап тыңдап отырамыз. Құлақтарыңыз елде болсын, көздеріңіз кітапта болсын, тыңдаңыздар. Менің атым Дина, деді қызғалда. Мерейлі бол, Динажан. Мен кем күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын.
Исатай ердің серігі, халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы, мынау 8 шектер. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған атажан шынымен сеніп тапсырсаңыз, тек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етемін, деп қыз бала тізерлеп отырды да, домбыраны қолына алып, сүйіп алды. Оқушылар, енді барлығымыз жақсылап тыңдасақ, суретке мұқият назар аударамыз. Не көріп тұрмыз? Біз осы мен оқып берген мәтінге ат қоямыз. Қане, не көріп тұрмыз, балалар? Дина мен Құрманғазы бейнеленген. Оған не деп ат қоямыз? Мәтінге қандай ат қоямыз? Так, қол көтеріп тұрып айтайық. Жұлдыз? Дина мен Құрманғазы. Дина мен Құрманғазы. Ол да болады, жақсы жарайсын. Так, екінші аттардан ғибрат. Динаның Құрманғазының күйін халыққа жеткізу. Құрманғазының күйін халыққа жеткізу өте жақсы, жақсы тақырып. Қане сіздерде? Бар ма жауап? Жақсы. Балалар, айта ғой. Бұлар не ол? Дина мен Құрманғазы кім? Мамандығы қандай? Мен мұғаліммін ғой, бұлар кім? Күйші. Яғни кімдер деп алуға болады? Күйшілер деп алуға болады. Жақсы жарайсын, отыра ғой. Күйшілер деп алуға болады. Жақсы, әр бала өздеріңізше мәтінге ат қойдыңыздар, иә? Енді балалар қазір бейнероликті жақсылап қарап аламыз. Апайларыңыз сіздерге дайындаған бейне материалға мұқият қараңыздар. Менің атым Дина. Мерейлі бол, Динажан. Менің көк күйшісі Құрманғазым. Тәрбиелеген Махамбет Исатай ердің серігі еді. Олар халық үшін жанын қиған ерлер. Сол ерлердің мұраны, сол күрестің дабылы мынау екі шетте, мына жесір қаймасқа халыққа жеткізілді. Егер де маған атажан шынымен сеніп тапсырсаңыз, тек ұранды күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етемін. Осылайша Құрманғазының аманаты Дина арқылы халыққа жетті. Оқушылар, Құрманғазы атамыз Дина әжемізге не тапсырды? Домбырасын. Сонымен қатар несін тапсырды? Күйін, шығармаларын, яғни жырларын осы тапсырды. Әлі күнге дейін бізге жеткізген осы Дина әжеміз осы Құрманғазының күйлерін орындап, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, бізге дейін жеткен екен. Жақсы жарайсыздар, оқушылар. Енді мәтінге қараймыз. Мәтіннің ішінен нені табамыз? Етістіктерді табамыз, иә? Қазір жұп-жұп болып жұмыс жасаймыз. Аруна мен Жанел, Ұлан мен Жұлдыз сияқты екі-екіден жұптасып, жұмыс жасап, бірлесіп, мұна мәтіннен етістіктерді табамыз. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді. Деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Жақсы, осы жерде тапшы етістікті. Жеткіз. Жеткіз, күйімді жеткіз деп тұр, сосын не істедім? Не істедім дейді? Жарайсын, тапсырдым дейді. Жақсы. Так, келесісін тағым оқиды. Оқи ғой. Ибрат, оқи ғой. Егер де маған атажан шынымен сеніп тапсырсаңыз, тек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант бер, деп қыз бала тізерлеп отырды да. Күрделі етістік тізерлеп отырды. Дұрыс, жарайсың, күрделі етістік тізерлеп отырды, сосын
Отырды да не істеді? Домбыраны. домбыраны қолына ұстап сүйіп алды. Жарайсың, сүйіп алды. Ғибрат өте жақсы түсінгенсің. Күрделі етістікті шатаспай тауғансың. Жарайсың. Оқи ғой, болдың ба? Бексұлтан оқи ғой. Күрделі етістік домбырасын ұсынды. Домбырасын ұсынды. Ұсынды болады, е? Ол тағы етістік. Болдық ба? Оқушылар, бүгінгі сабақты тағы да одан ары жақсылап түсіну мақсатында мен сіздерге қазір суреттер көрсетемін. Осы суретке тез тек жазбаймыз, ауызша сөйлем құрап үлгереміз. Мен сіздерге қазір салт дәстүрлер көрсетемін. Осы етістікке байланысты. Сол етістікке байланысты суреттерді көрген бойдан тек сөйлем құраймыз, жақсы ма? Баршамыз бірге қараймыз. Айса қарай ғой маған. Қазір үлгермей қаласында. 1, 2, 3. Не көріп тұрмыз? Не істеп жатыр? Жақсы. Тыныш, тұсаукесер. Қане Жұлдыз, сөйлем қоя ғой тұсаукесерге. Әкесі мен анасы баласын тұсау кесіп жатыр. Тұсауын кесіп жатыр. Жақсы. Тағы да қандай нелер бар? Нұсқалар бар. Кішкентай баланы қолына ұстап жүргізеді. Ұстап жүргізеді. Жақсы. Отыра ғой. Ғибрат. Баланы бір затқа апарып, сол затты танытқызады. Егер де бала соны ұстаса, өскенде сондай маман десі болады деп ырымдаймыз, иә? Жалпы біз қазақ халқы ырымшыл халқы, жақсы жарайсың. Келесі суретті қарауға дайын болыңыздар. Не көріп тұрмыз? Бесік көріп тұрмыз. Яғни үйде бөпелеріміз не істейміз? Бесікке саламыз. Яғни бұл қандай салт дәстүр? Бесікке салу дәстүрі. Қане, Иманғали, сөйлем құраймыз. Бесікке салу деген сөзді қатыстыруымыз керек. Баланы бесікке жатқызып ұйықтатады. Бұлай оны мен де білемін, иә? Оны барлығы біледі. Бұлай құрауға болады. Әжем екеуміз бөпемді бесікке салдық. Немесе үйге әжелер келіп, менің бөпемді бесікке салып, рәсімін жасап кетті деген сияқты, иә? Сондай бір сөйлемдер құрау керек. Так, айта ғой, күлмей. Анам кішкентай қызды бесікке салып ән айтты. Жақсы, бесікке салып ән айтты. Іс-қимылды білдіріп тұр ма? Білдіріп тұр. Өте жақсы Күлмай. Күлмай керемет. Қане, тағы сен көресің бе? Басқа. Ибраһим, кеттік. Менің үйімге көп әжелер келіп, бөпемді бесікке жатқызып ұйықтатқызды. Бесікке салып рәсімін жасап кетті дейміз, иә? Жақсы. Қане, тағы бір сурет көрсетем қазір. Қане, бірінші не көріп тұрмыз? Әжелер көріп тұрмыз. Сосын не көріп тұрмыз? Су. Сосын не істеп жатыр? Бөпені, не істеп жатыр? Айта ғой. Яғни бұл қандай дәстүр? Қырқынан шығару. Сен бөпелерің бар, иә? Үйде көріп жүрсің. Қане, бір сөйлем құрай ғой. Әжелерім менің бөпемді қырқынан шығарып жатыр. Өте жақсы. Бөпесін қырқынан шығарып жатыр, иә? Қырқынан шығару. Қане, балалар, қазір барлығымыз бүгінгі сабақты түсіндік пе? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болды? Етістік. Етістікті біз осы күнге дейін өттік, иә? Етістіктің нені білдіреді, яғни етістік десек, ойымызға не келеді? Тұр жауап береміз. Іс-қимылды немесе іс-әрекетті білдіреді. Ал жақсы отырауыз, сұрақтар қандай? Жақсы, не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Қане оқушылар, осы етістік туралы білетінімізді еске түсіріп алды. Кеттік. Бір сөзді немесе аласың, екі сөзді. Қайсына жатады? Күрделі етістік немесе дара етістік. Мына жерде тұрған етістіктерді алып қоямыз. Кеттік. Азет біреуін ала ғой. Келесіне қаламсақты бер, тез. Болды, қазір өзі барады. О, болды менен. Қане келесі.
Қазір мен сіздердің сабақты қалай түсінгендеріңізді қарағым келіп тұр деп. Ағзере, бас шеш мынаны. Болды, қазір жауабын көрсетіп бір екі болды. Қазір қатар. Қане, біздікі дұрыс па сұрағымыз? Дарай күрделі етістер дұрыс таптық па? Өзімізге жақсы жарайсыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Түсінсеңіздер, маған бәрі түсінікті болды. Немесе сұрақтарыңыз бар болса, түсінбесеңіздер, менің сұрақтарым бар. Болмаса, қиын болып сабақты меңгермесеңіздер, қиын болды деген батырмаларды басуымызға болады. Мен үйге сіздерге 10-шы жаттығуды беремін, я? Мына жерде жоспар қойып, соған мазмұндама жазып келеміз. Қане, рефлексияға бірінші қатардан бастап